Майқы би Төбеұлы 1105-1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен қазақ халқының төбе биі болған. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би дейтін қанатты сөз арқылы атадан балаға таралып келе жатқан Майқы би бабамыз түйінді даналы сөздің де, би біткеннің де көшбасшысы болса керек. Майқы биді өзбек, татар, башқұрт халықтары да өз биіміз деп есептейді. Бұған шежіреде көрсетілгендей, төбе биден тараған Қойылдыр, Мекре есімді балаларының осы халықтардың арасына барып сіңісіп кетуі себеп болса керек. Майқы есімі қазақтардың шығу тегіне қатысты көптеген аңыз әңгімелерде де кездеседі. Оның Шыңғыс ханның ел басқару ісіне көмектесіп, ақылшысы, өзі жорыққа аттанғанда орнына қалдыратын биі болғаны, Жошы ханның батысқа жасаған жорығында моңғол әскерінің оң қанатын басқарғаны айтылады. Қазақ аңыздары оны қазақтардың 300-ге бөліну кезеңінде үлкен рөл атқарды дегенді айтады. Мұнда Майқы би Орманбет би өліп, он саннуға елі бүлінгенде қазақ ұлысын құрған тарихи қайраткер есебінде көрсетіледі. Майқы би қазақ руларын 300-ге бөліп, Үйсін бастаған бөлікті ұлы жүз, Арғын бастаған бөлікті орта жүз, Алшын бастаған бөлікті кіші жүз деп атайды. Ноғайлы хандарының бірі Қызыл Арыстанның баласы Ахметті Ұлытауда 300-дің хан етіп көтереді. Ол ұлысқа кірген 40 руға таңба таратып, таңбаны әр рудың ерекшелігіне қарай белгілейді. Халық арасында Майқының бір қатар нақыл сөздері мен ой толғамдары қалды. Майқы би айтыпты дейтін мақал, нақылға айналып кеткен сондай аталы сөздің кейбіреулері мыналар. Алтау ола болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді. Ханның биі ақылды болса, қара жерден кеме жүргізеді. Би екеу болса, дау төртеу болады. Дауыл болмай жауын болмас, даулы болған қауым болмас. Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау ауыл болмас. Ақиық қыран қартайса, жас жағалтайдан тепкі жейді. Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін. Халық арасында түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген ескі сөз сақталған. Ол сөздің шығу тегі мынадай екен. Майқы би 100-ден асқан шағында дүние салады. Бүкіл дешті қыпшақ жұрты оны ақ жауып арулап қояды. Жылын атап еске түсірген соң, сол өңірдің өзге билері төбе билікке таласып, бірінен бірі сөз асырмақ болады. Бұрын Майқы би айтып кеткен билік, шешім жарғыларды олар өз аттарынан айтып тарата бастайды. Бір жолы Бәйдібек Батыр ауылында бір топ би бас қосып, екі ел арасындағы дауды қарамақ болады. Олар бірнеше күн айтысып тартысады. Киіз үй сыртында олардың тартысын тыңдап отырған әр тараптан келгендер, біздің елдің биі былай деді, біздің елдің биі солай деді деп, әркім өз биін көтермелеп, дәріптеп жатады. Сонда Майқы бидің алдын көріп, сөзін тыңдаған қария, сендер несіне таусыласыңдар? Бұл кешегі Майқы би жарықтық айтып кеткен жарғы сөздері ғой. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деп, орнынан тұрып жүре беріпті. Майқы биден бастау алған шешендік сөз өнері ғасырлар бойы жалғасып, қазіргі жаңа заманға иек артып отыр. Ауыз әдебиеті тарихындағы Аяз би, Едіге би, Бәйдібек би, Жиренше шешен, Әнет би есімдері шешендік өнер көшінің шоқтығын көтеріп тұрған тұлғалар.